106 сабаққа назар аударайық. Сабақтың тақырыбы өрнектердегі амалдардың орындалу реті. Біз бүгінгі сабақта өрнектердегі амалдардың орындалу реті туралы ережені білетін боламыз. Олай болса, номері бірінші есепке назар аударайық. Бірінші сұрақ: суреттерге не ортақ? Барлық сурет су туралы. Су біздің басты байлығымыз екенін естен шығармауымыз керек. Ендеше есептерді шығарып, артық есепті табайық. 16 бөлу 8, 12 бөлу 6, 18 бөлу 9, 14 бөлу 7, 15 бөлу 5. 4 есептің жауабы 2. Өздеріңіз көріп тұрғандай, соңғысы артық, себебі жауабы 3. Екінші есепті шығармас бұрын мына ережелерді естеріңе салғым келеді. Өрнектердегі амалдарды орындағанда ең бірінші жақша ішіндегі амалдар орындалады. Одан кейін көбейту немесе бөлу амалдары орналасу ретіне қарай орындалады. Ал қосу мен азайту амалдары көбейту мен бөлуден кейін орналасу ретімен орындалады. Номері екінші есеп. Бірінші жағдайда алдымен бөлу, кейін қосу амалы орындалады. Келесіде көбейту, бөлу, одан кейін қосу амалы орындалады. Бұл жағдайда көбейту амалы бірінші тұрғандықтан бірінші орындаймыз, бөлу амалын екінші орындаймыз, үшінші қосу амалы орындалады. Екінші жағдайда бірінші қосу, екінші азайту амалы орындалады. Екіншісінде азайту амалы, одан кейін қосу амалы екінші орындалады. Бұл дегеніміз амалдар солдан оңға қарай орындалады деген сөз. Үшінші жағдайда бірінші бөлу, екінші көбейту орындалады. Келесіде көбейту, кейін бөлу орындалады. Мұнда да амалдар солдан оңға қарай ретімен орындалып отырғанын ескереміз. Төртінші жағдайда алдымен жақша, одан кейін бөлу, кейін қосу орындалады. Екіншісінде жақша, көбейту, соңында қосу орындалады. Номері төртінші есепте өрнек құрастырып шығарамыз. Кішкентай бөтелкедегі су 35 теңге, ал үлкен бөтелкедегі су 65 теңге. Ал бір қорап шырынның бағасы үлкен және кішкентай бөтелкедегі судың бағасын бірге алғандағыдан 100 теңгеге қымбат. Бір қорап шырын неше теңге тұрады? Бірінші жағдайда үлкен және кішкентай бөтелкелерді бірге алған, сондықтан екеуін қосамын. Екінші амалда 100 теңге қымбат болғандықтан 100-ді де қосамын. Шешуі: 35 қосу 65, қосу 100, тең 200. Жауабы: бір қорап шырын 200 теңге тұрады. Мен сендерге қиындық туғызар деген 3 есепті түсіндірдім. Осы нұсқаларды ескере отырып, 9-шы беттегі номері 3-ші, номері 4-ші есептің Ә, Б бөліктерін және номері 5-ші есепті өз беттеріңмен орындаңдар. Егер түсінбеген жерлерің болса, сұрақтарыңды ұстаздарыңа жолдаңдар.